Сәлем достар, бүгін сіздермен арбуздан сок алу бойынша өз әдісіммен бөліскелі отырмын. Оған арбузды осылайша екіге бөліп алдым. Ішіндегі мякыттарын ажыратып алдым. Дәндерімен бірге алдым. Bir арбуздан осындай мякыт шықты. Енді мен оны қасықпен осылайша майдалаймын. Жұмсақ болғандықтан қасықпен майдалауға да болады. Әлде блендерден өткізсеңіздер де болады. Енді отқа қоямын. 1 литр 1 килограмм қант салдым. Жайлап отқа қайнатып қоямын. Қайнап жатыр қазанымыз. 40 минут қайнатамын. Согымыз дайын болады. Енді міне согымыз дайын болды. Оны согын бөлек, мякытын бөлек, сүзгіштен сүзіп алдым. Осылайша. Міне бір арбуздан 2 литр сок шықты. Банкымды бұғлап қойғам, крышканы қайнатып, енді банкеге құямын. Дәл 2 литр болды. Енді крышкасын жауып, оны 1 сутка жылып етіп үстін басып, қалдырамын. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.